Антибиотиктер бактериялардың өсуін тежейтін және де оларды жоятын заттар. Антибиотик деген не? Қарсы биотіршілік. Түсінсеңіз, тірі ағзаға қарсы деген мағынаны білдіреді. Ал өкініштісі, біз оны күнделікті тамақ сияқты қолданып кеттік. Антибиотиктер ішке түскен соң ағзадағы бактерияларды таңдамай жойып отырады. Сонымен қатар ішектегі барлық пайдалы микрофлораны жойып отырады. Осының әсерінен адамдарда дисбактериоз іш өту байқалады. Ал антибиотикті таңдамай бет алды қолдану ағзаның антибиотикке деген төзімділігін оятады. Ол дегеніміз, келесінде ол антибиотикті қолданған кезде әсері болмайды. Одан да күшті антибиотик қолдануға тура келеді. Антибиотиктің нұсқаулығын оқып қарасаңыз, пайдасынан гөрі зияны көп екеніне көз жеткізесіз. Осыны біле тұра өз-өзімізді улап жатырмыз. Антибиотикті тек қана бактериялық аурулардың соңғы стадияларында ғана қолданылу керек. Ал оған дейін ағза өзі күреседі. Мысал ретінде айтатын болсақ, тұмау болған кезде барлығымыз емді бірінші антибиотиктен бастаймыз. Ал енді қараңыздар, тұмаудың қоздырғышы вирус, антибиотик оған әсер ете алмайды. Ал енді сол кез келген антибиотиктің орнын басатын прополис жайлы айтқым келіп отыр. Прополис бұл табиғи антибиотик, бал шаруашылығынан дайындалған. Балды емдік мақсатта ежелден бері қолданылып келеді. Прополис тек қана қамлы процесін жойып қана қоймай, иммунитеттің жоғарылауына өте жақсы әсер етеді. Прополистің антибактериалдық және де вирусқа қарсы әсері өте жоғары. Оны қолданған кезде дисбактериоз туғызбайды, себебі ол ағзадағы патогенный микрофлораны ғана ағзадан шығарып жойып отырады. Ал енді оны кез келген жаста, жүктілік кезде, нәресте кезде қолдануға болады. Күнделікті қолдану дозасы профилактикалық мақсатта 1-2 таблетка, ал емдік мақсатта күнделікті 7-8 таблеткаға дейін қолдансаңыздар болады.